Assalamualaikum benim көрермендерім. Meni қолдап жатқандарға мың алғыс айтамын. Өздеріңе денсаулық, жанұяларыңа бақ береке тілеймін. Енді бүгінгі тыңдайтын өлеңдеріңіз өмір кезеңдері деп аталады. Оны Қызылорда қаласында тұратын Әділхан Қуанбаев ініміз орындайды. Ал енді осы өмір туралы бұрынғы ата-бабаларымыз қандай әдемі теңеу айтып кеткен. Өмірді қамшының сабына теңеген. Шынында да ол қамшының сабындай ғана қысқа өмір. Міне сол қысқа өмірдің ішінде түрлі кезеңдері бар. Мысалы үшін жастық шағың, жігіттік шағың, жігіт ағасы болғаның, зейнетке шыққаның, кейін ақсақал болғаның. Міне осы кезеңдер бірі осы қамшының сабындай өмірді кездеседі. Мен де өз кезегінде осы өмірдің осы кезеңдерін өз алдымша дәріптеп осы өлеңге қосып жазғаным бар еді. Енді осы өлеңді тыңдап көріңіздер, тиісті бағасын бере жатарсыздар. Ал тыңдағандарыңызға рахмет. Өмір кезеңдері. Өлеңнің авторы Қарағанды облысы Приозерск қаласында тұратын Құлыскете Сәрсенбаев Әбдірейім ағамыз. Орындайтын Әділхан Қуанбаев. Жетпіс жас деген көрінер, жастарға алыс белдей-ақ. Біздер үшін болды бұл таяқ тастам жердей-ақ. Әне-міне дегенше жетіп келдік желдей-ақ. Жүрген жолым сондағы есікпенен түрдей-ақ. Жастық шақ өтті бір демде, құйып өткен селдей-ақ. Жарысқа түстік ат ойлап, намысты қолдан бермей-ақ. Жігіт болдық бір кезде, қақты қысқан сеңдей-ақ. Әдесеме деп тұратын бір ауыз сөзге келмей-ақ. Үйленді қала бабылдың, қыз іздеп қала кезбей-ақ. Махаббаттың қызығын анша-мұнша сезбей-ақ. Балалы болдық, басылдық, толқынсыз тұнық көлдей-ақ. Отбасы қамын ойладық, басқа көңіл бөлмей-ақ. Болдық жігіт ағасы, әрненің білдік бағасын. Ақыл айттық жастарға, айырып ақ пен қарасын. Зейнетке шықтық жас жетіп, көбейтіп қарттар қарасын. Көндіге алмай жол қылдық, үйменен жұмыс арасын. Мойын болдық бұғанда, көндік бей қайда барасың. Енді отырмыз балдармен, сөзіміз тауып жарасым. Ақсақал болды қадірлі, төрден орын табатын. Үйлеріне шақырып батамызды алатын. Өмір деген бір өзен, бұралаңдап ағатын. Бұрылысы бір кезең, мәңгілік есте қалатын. Келместің күтіп кемесін, таптадық өзен жағасын. Кезегім қашан келет деп, алмайық кеуілім мазасын. Өзекті жанға өлім бар, тыныштық сонда табасың. Қорқытта өткен өмірден қашқанда қайда барасың ей.